Қайырлы күн. Бүгін біз Каспий қосымшасынан зейнетақы және жәрдемақы туралы толық ақпарат алатын боламыз. Ол үшін Каспий қосымшасына кіріп, госуслуги батырмасын таңдаймыз. Госуслуги. Осы жерден бірінші цифровые документті басасыздар. Кодты енгіземіз. Енді справки деген бөлімді басасыздар. Бірінші, екінші, үшінші тұрған үшінші по выплатам пенсий и пособий дейді. Осыны басасыздар. Бір айға немесе 3 айға, болмаса жарты жыл, 1 жылдық немесе 3 жылға сіз көрсеткен периодқа ала аласыздар. Дәл осылай алуға болады.